Армысыздар, құрметті телекөрермендер, ТВК телеарнасы тікелей эфирде. Бүгін бізде қонақта Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша сот сараптамалары институтының мәйіттерге сараптама жасау бөлімінің жетекшісі Құдайбергенов Махмуджан Бекболатұлы. Қош келдіңіз аға студиямызға. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз мәйіттерге жүргізілетін сараптаманың маңыздылығы мен қажеттілігі жөнінде болмақ. Өздеріңізді қызықтырған сауалдарыңыз бен сұрақтарыңыз болса, бізге міндетті түрде Facebook әлеуметтік желісі арқылы жолдай аласыздар. Және 56 10 39 телефонына хабарласып, бізбен тікелей байланысқа шыға аласыздар. Аға, сұхбатымызды бастасақ, жалпы бұл мәйітке сараптама жүргізу деген қандай жұмыс? Кішкене бізге айтып өтсеңіз, мәйіттермен жұмыс қалай жасайсыздар сіздер? Мәйіттермен жұмыс дегенде, бұл тек қана заң органдарының шығарған қаулысы арқылы мәйіттер мәйітханаға келіп түседі. Олармен бірге заттардың барлығына жаңағы акт түзіп, журналға тіркеп, өткеннен кейін сарапшыларға белгілі бір тағайындау арқылы сараптама басталады. Ол сараптама жаңағы қаулыда көрсетіледі, қандай оқиға жағдайында дүниеден өткенін, сол оқиғаға байланысты тиісті жаңағы сұрақтар қойылады. Сұрақтардың саны бұл шектелмейді. Толық осы мәйіттің өлімі туралы несіне мағлұмат алмайынша жаңағы сұрақтар қойыла береді. Сол сұрақтарға жауап бере отырып, аяғында жаңағы тұжырым беріледі. Мәйіттерге қандай жағдайда сараптама жүргізіледі? Мәйіттерге мынау егерде адам дүниеден емханадан немесе ауруханадан тыс жерде, көшеде, үй жағдайында бұрын есепте тұрмаған болса емханада, бұндай жағдайда бұлардың барлығы міндетті түрде мынау 03-ге хабарланады, тапқан адам сол арқылы неге заң органдарының шығарған қаулысымен, жаңа мен айтқандай, рәсімдеп біздің мәйітханаға келіп тапсырылады. Осындай жағдайда міндетті түрде біз сараптама. Міндетті түрде қойылады. Бұл қандай сараптама бойынша анықталады жалпы? Мәйіттің қандай сараптама жүргізеді жалпы онға? Сараптама анықтау барса. Сұрағыңызды түсіндірмедім, бірақ мәйітке сараптама жүргізілген кезде жаңағы қандай сараптама арқылы анықтайсыздар? Мысалға техникамен ба, әлде оны қалай сіздер жұмыс жүргізесіздер мәйітпен? Мәйітпен жұмыс жүргізген уақытта бұл жаңағы бірінші кезекте біз міндетті түрде жаңағы адамның бас қуысын, кеуде қуысы және іш қуыстарын ашу арқылы бұл қарапайым жағдайда. Егерде қандайды бір жарақаттармен, көлік жарақаты болады, жарылыс болады, құлау барысында болып атқан жағдайда, егер дене скелетіне жаңағы жарақаттар көрінетін болса, или соған күдікті болатын болса, ондай жағдайда жаңағы арқа жақтарының бүкіл дене құрылысын жаңағы жарақаттарын анықтау үшін қосымша жаңағыдай кесінелер жүргізіп, көзіміз анық жеткенше осындай іс-әрекеттер жүргізіледі. Бұл міндетті. Басқа адам, мысалға, сіздерде сараптама бөлімдер өте көп қой. Оларда жаңағы техника дамыған заман дейді. Мысалға, химия биологиялық сот сараптамада арнайы бір техника берілген. Қазіргі таңда сол арқылы, техника арқылы біз жаңағы сараптама жүргізе аламыз дейді. Бұрынғы кездері қолмен, талшықтармен, басқамен, молекуламен жұмыс жасайтын олар қазіргі таңда техникаға сүйенеді. Сіздерде осындай мүмкіндік бар ма? Бізде енді ең үлкен мынау ақпарат алып келетін бұл өзіміздің тікелей, өткені біз мынау медицинан институтын бітірген әріптестер барлығымыз бұл анатомиядан бастағанбыз. Сондықтан
бірінші кезекте жаңағы ашу арқылы анатомиясының қаншалықты өзгерістер бар екенін анықтай отырып, біз белгілі бір жаңағы диагнозға келеміз. Ол енді көп жағдайда сол көп пайызды осы түпкілікті диагнозға қалып жатады. Ал келесі күтетініміз, жаңа айтып өткендей, біздің жаңағы осы жасалған мәйіттердің тұжырымын толыққанды беру үшін зертханалардың тұжырымдары бойынша жаңағы солардың берген тұжырымдарын анализ жасай отырып, түпкілікті түрде, егерде жаңағыдай молекулярный не дейді, уровень дейді ғой, жаңағы сол деңгейде гистология жаңағы беріп атса, онда осының бәрін қосып біз міндетті түрде. Ал енді жаңағы мынау сараптама жасау барысында өзіңіз айтып кеткендей техникалық демекші, мынау егерде күрделі сараптама болып ататын болса, қатар бейне жазу жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін мынау әрбір табылған жаңағы бір өзгерістерді оны жаңағы фотосуретке алынып отырады. Және де бүкіл осы жазу жұмыстарын өзінде орг техника деп аталады, компьютерменен, принтер арқылы. Осы одан кейін өзіміздің тікелей жаңағы аспаптарымыз өлшеу үшін жаңағыдай ашып ары қарай көру үшін құрал жабдықтары бар. Мәйітті ашпай сараптама жүргізуге мүмкіндік бар ма? Яғни кеспей, ешқандай оның денесіне зақым келтірмей немесе бір мүмкіндік бар ма? Ол қандай жағдайда жасалынады? Ондай сараптама. Ондай сараптамалар бізде мәйітті ашпай жоқ. Өйткені ол заңның талабы солай. Жаңағы мен алғашқы айтып кеткен 3 қуысты негізгі ашпайынша ол мәйітке бір түпкілікті диагноз қою ол мүмкін емес. Сондықтан ол міндетті түрде ашылады. Ақылы сараптамалар бар ма сіздерде? Қай кезде ақылы, қай кезде тегін сараптама жүргізесіздер сіздер? Сараптама, мәйіттерге байланысты сараптама жоқ, оны тікелей айтамын. Бұл ақылы сараптамалар мынау тірі тұлғаларға байланысты, жәбірленуші, зомбылық көрсетуші және де басқа да тұлғаларға ақылы қызмет көрсетіледі. Олар жаңағы несімен жақсы көрермендерге айта кетейін. Олар мысалы жарақат алған уақытта көбінесе травмпункт емханаға жүгінеді дағыны, ол жерде жаңағы өзінің мынау жарақатқа қарсы көмегін алып солай кете барады. Келешекте жаңағыдай бір туындаған уақытта бұлар жаңағы осындай емханадан өтіп едім, осындайда медициналық құжаттарым бар деп әкелген қағаздарында дәрігерлердің жаңағы көрсеткен диагноздары бұл тек емдеу үшін қойылған диагноз болып атады. Өйткені ол жерде жарақаттың сипаттамасы, оның пішіні жаңағыдай бізге керекті. Өйткені қандай затпен ұрды, қалай ұрды, бұның механизмін анықтау үшін осындай жаңағы мінездемелер керек болады жарақаттың. Ал жаңағы көрсетілген справкаларда, анықтамаларда бұл қажетті сипаттамалардың жоқтығынан көп жағдайда біз жаңағы жарақаттың дәрежелерін берген кезде біз толық жаңағы осы жарақатты салған заттың сипаттамасын бере алмай жатамыз. Сондықтан бұл дәрігерлердің бірінші кезекте бұл көрсеткен ол жарақатты емес, жаңағы денсаулығын тез арада түзету үшін бағытталған. Біздің жағдайда жаңағы алып келетін жаңағы ушиб дейді, іскен нәрсе, бұның барлығы клиникалық диагноздарға жатады. Бізге толық жаңағы жарақаттың өлшемі, оның жаңағы пішіні, тереңдігі деген сияқты қосымша жаңағыдай іздер қалып қою мүмкін мынау тиген заттан. Сондықтан бұл жаңағы өткізілетін ақылы қызмет 9305 теңге тұрады.
егер де бұны өтіп бізден алатын болса, жаңа мен айтқандай фотосуретке алынады, толық мамандарменен жаңағы жарақаттың мінездемесі қағазға түсіріледі, бірақ дәрежесі қойылмайды дағыны жаңағы куәландыру қағазын өзімен бірге алып кетеді. Бұны керекті жағдайда ол қанша уақыт өтсе де осы сипаттамаға қарап, мынау сараптама тағайындаған уақытта заң органдары арқылы немесе жаңағы соттың анықтамасыменен осы куәландыруға негізделе отырып біз жаңағы сараптама жасауымыз болады және толық дәрежесіменен мынау жарақат салған заттың сипаттамасын беруімізге де болады. Жалпы қазіргі таңда қылмыстық істер өте көп. Яғни кісі өлімі жиі тіркеліп жатыр. Оны жоққа шығармаймыз. Енді былтырғымен салыстырғанда кішкене азаюы мүмкін, бірақ десе де бұл қылмыстық іске біздің облыста орын алып жатқаны бар. Мәселен, кісі өлімі орын алған кезде оның қандай жағдайда қайтыс болғандығын жәбірленушілер мен жаңағы сотталушылар арасында көп дау-дамай туғызып жатады. Яғни сот процестерінде өзіміз куә боламыз. Мәселен, жаңағы осы жақында ғана бір қылмыстық сотқа түсті. Ол жерде жаңағы күйеуі әйелін өлтірген, әйелі жоғары қабатқа шығып, жаңағы сарайдың ең жоғарғы шатырына шығып, сат арқылы шығып, сол жақта асылып қалған дейді. Бұны туыстар солай дейді, ал жаңағы сотталушы, яғни күйеуі мен өлтірген жоқпын дейді. Бірақ оларда жаңағы сараптамаға берілгеннен кейін бұл жерде әйелінің бір сараптама әйелі өзі асылып өлген деген, екінші сараптамада оны өлтірген деген шығарып берген екен. Қазіргі таңда осы арықта осындай дау-дамай туындап жатыр. Осындай жағдай сіздерде көп кездесе ме, оны қалай анықтауға болады? Өзі асылып өлгені, немесе оны біреу буындырып, немесе тұншықтырып өлтірген жіппен, немесе арқанмен? Енді бұндай жағдайлар болып тұрады. Күнделікті болмаса да анда-санда кездестіріп тұрады. Бұл енді өте қиын мәселе. Өйткені біріншіден ол жаңағы қиындық тудыратын мәселе бұл жарақаттың толыққанды түспеуі. Әйтпесе әрбір жаңағы өлім түрлерінің, сіз айтып жатсыз ғой, асылып өлді деп. Бұның өзіндік бір белгілері бар. Оны мамандар жақсы біледі, заң тұлғалары да таныс, мына өзіңіз де айтып отырсыз. Осындай жаңағыдай белгілерін анықтау арқылы, жаңа айтып кеттім ғой, және де жаңа фотосуретпенен жаңа бекіту арқылы біз жаңағыдай тұжырымдар береміз. Ал енді оның егерде бұл кісі осы асылған кезінде или жаңағы асылуға көмектескен кісіменен екеуінің арасында егер ұрыс керіс болып жаңағыдай бір-біріне қосымша дақтар салынатын болса, ондай жағдайларда жаңағы толыққанды айтылуға болады. Мысалы, сырттан келген күш бар деп. Егерде жаңағыдай не дейді, әлсіздік жағдайын пайдаланып, оның түрлері өте көп қой, өлімге апарудың тәсілдері көп. Сондықтан көп жағдайда әрине, егерде артық қосымша жарақтар болмай жатса да, бұл сараптаманы бұлай деп толық айту, ол қиындық тудырып жататын жағдайда болады. Енді мұндай жағдайда бұл соттың құзыретінде заң органдарымен өткені қосымша жаңағыдай материалдар жинау арқылы сол шығарылады. Біз жағынан келетіні, адам денесіндегі табылған жарақаттардың қаншалықты, ол өлімнің қай түріне, қандай жағдайда, осы мәселелерін біз толық көрсетіп жауап бере алсақ
Осы сіздерге мысалға жаңағы тергеу кезінде, кез келген қылмыстық істі тергеу кезінде сіздерге жаңағы сот медициналық сараптамаға жүгінеді. Мәйітті немесе бір ауыр жарақат алған тұлғаны немесе сараптама жасатуға алып келеді. Одан кейін тергеу біткеннен кейін барлығын жаңағы сараптамамен қосып отырып тергеу ісін сотқа өткізеді. Кейде сотқа өткізген кезде көп жағдайда қайтадан сараптамаға жіберіп жатады. Осындай жағдайда сіздер жиі тіркеледі ме? Соттан сіздерге іс қайта сараптамаға келу үшін мәйітті сараптама өткізуге немесе осындай іс тіркелген ба сіздерде? Бұл сұрағыңыз да орынды, өйткені бұндай жағдайлар кездесіп тұрады. Бірақ ол айтарлықтай көп емес. Біріншіден оны тағайындау үшін жаңағы негіздеме керек. Мынау тұжырым берген жағдайда қандай да бір жаңағы қойылған сұрақтардың толық ашылып, соған жауабын алмаған кезде бұл мәселелер көтерілуі мүмкін. Немесе барлығы дұрыс болып, мынау заң органдар жағынан или туысқандардың көмегіменен қосымша бір мағлұматтар, ақпараттар түсіп, или айғақ заттар табылып жатқан жағдайда соны негізге ала отырып, ол жаңағы комиссиялық сараптама деп аталынады. Немесе егерде қосымша басқа да бір мамандардың көмегін қажет етпейтін жағдай болатын болса, онда бұл қосымша сараптама ретінде сол жасаған сарапшының өзіменен толыққанды жауап беруіне болады. Сарапшылар қандай да бір қателік жіберу мүмкін бе? Әрине мүмкін, адам ғой. Бұндай біріншіден көп жағдайда сырттан туатын мәселелер бұл туысқандардың өздері. Өйткені асықтырады, ұзаққа баратын болады. Сосын кейін жаңағы бұл алғашқы кезде бұл мәселенің соншалықты үлкен мәселе туындыратыны олар түсінбейді. Бірінші кезекте бұлардың мақсаты тезірек жаңағы мәйітті алып барып жерге тапсыру болады тағыны. Кейіннен мынау әртүрлі процестер барысында, мысалы қайта қазып алуға тура келіп жатады, иә? Жылында жаңағыдай қосымша бір-бірлеріменен қосымша мағлұматтар алу арқылы оларды жаңағыдай басқа да бір күмән туындайды. Осындай кездерде туысқандар тарапынан арыз шағым жазылып, бұл эксгумация деп аталынады, қайтадан мәйітті жерден көтеру мәселелері де болып жатады. Ондай жағдайда жаңағы мәйіттің бойындағы дене жарақаттары, жаңағы немесе бір жаңағы сырттан өзге тұлғадан салынған ауыр жарақаттары кетіп қалмай ма? Ол жер қойнауына тапсырылған соң міндетті түрде ол жерде басқа да процесс болуы мүмкін. Не дегенмен топырақ жаңағы жарақат, кез келген жарақатты жазып жібереді деп жатамыз, өзіміз естігеніміз бар, бұрыннан келе жатқан сөз бар. Ондай жағдайда не істейсіздер? Мұндай жағдайда бізге енді басқа нысана болмағандықтан, бұны міндетті тағайындап отырғаннан кейін біз міндетті түрде оған сараптама жүргіземіз. Бірақ ол тағайындар алдын, мысалы заң тұлғалары келіп жаңағыдай ақылдасады. Өйткені оның біз жаңағы соншама жұмысты атқарғаннан кейін оның аяғында түпкілікті бір тұжырым бола ма, болмайды ма? Міне осы мақсатта ол жаңағы егерде көрсетіп отқан мәселелер, мысалы келтіріп отқан негіздемелері сәйкес келетұғын болса, ондай жағдайда әрине ол жердің қанша уақыт жер қойнауында болғанын есептей отырып, бір қаншалықты бұл жаңағы өзгерістер өзгеру мүмкін. Өйткені бұның барлығы біз әрине ол ойдан шығармаймыз. Бұл көп жылдық осы сарапшылардың, ғылыммен айналысып жатқан сарапшылардың көп жылдық тәжірибесіменен жұмыстарына негізілген түпкілікті бір темаларға жазған жұмыстары бар. Осыған сүйене отырып, мынау суық жерлерде бізге мысалы мынау ыстық аймаққа жатады ғой. Осы ыстық аймақтарға жасалған жұмыстар бар. Соны қаншалықты өзгеріс әкелу мүмкін, жаңағы
жылдың кезегіне байланысты. Осыны ескере отырып, біз жаңағы әрине енді сүйекке салынған жарақат ол қиын емес. Оны жаңағы өзіміз зертханаларымыз бар, мысалы медико-криминалистика бөлімшесі деген. Бұл да жаңағы заманауи жаңағы аппараттарды қолдана отырып, осы әдебиеттерге сүйене отырып, өзіндік бір өзгерістеріне байланысты жаңағы жарақаттың немесе оның салу кезеңінің әйтпесе жаңағыдай қандай заттардан болған сипаттамасын беріп жатады. Бізге Facebook әлеуметтік желісінен сауалдар келіп түсті. Соның бірі дейді: сіз неге осы жұмысты таңдадыңыз? Ол жерде енді жағымсыз нәрселер бар, жаңағы мәйітпен жұмыс істеу деген оңай нәрсе емес қой деген сауал жолдапты. Бұл енді біз мектеп бітіріп оқуға түсу армандағаннан кейін өзімнің мысалы арманым медицина институтына түсу болды. Ал институтқа түскен кезде біз бұның қандай салу бар екені толық ақпараттар болған жоқ. Бірақ мынау курс өскен сайын осы пәнді бастаған кезде мысалы өзіме ұнағаны бұның жаңағы тамыр ұстап немесе жаңағыдай тыңдап қойғаннан көрі тікелей көзбен көріп ашып көрген дұрыс дейсіз ғой. Ашып көргеннен кейін әрине мен осы мамандықты таңдадым, өйткені бұл мамандықты да біреу атқару керек қой. Дұрыс. Тағы бір сауал: қолғаппен буындырып өлтірсе дейді, сараптамамен анықтауға болады ма дейді, қылмыс жасаған адамды дейді. Енді ол қолғаппен өлтіреді, бірақ жаңағы іс-әрекеттер жасалып, жаңағы өлген азамат қарсыласып жатқаннан кейін ол жерде ол тек қана қолынан ғана қалуы мүмкін емес, міндетті емес, шашы түсуі мүмкін, жаңағыдай бір өзінің ұстап жүрген заттары қалуы мүмкін. Киімінен де анықтауға болады, иісінен де. Немесе жаңағы үзілген түйме деген сияқты. Енді ол қылмыс болған жерде міндетті түрде, егерде түкпілікті іздейтін болса, бір нысаналар қалады. Күдікті азаматты міндетті түрде табуға мүмкіндік бар. Әрине, енді табуға әрекет жасаймыз. Ол да үлкен бір жұмысты қажет етеді. Бұған дейін сіздің әріптестеріңіз бізде қонақта болған, дәл осы студияда сол жаңағы анықтау бойынша, күдікті азаматтарды анықтау бойынша да біздің көрермендерімізге толық мағлұмат берген болатын. Келесі сауал: мәйіттің сараптама қорытындысы қанша күнде шығады дейді? Мәйітті бұл жаңағы мәйітті сараптамадан өткізгеннен кейін біз өзіміздің тұжырымымызды дәлелдеу үшін бұл енді көзбен көрген бір мәселе. Өткен жаңа өзіңіз айтардай жер қойнауына кеткеннен кейін жаңа біз тапқан өзгерістердің барлығы ол жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан жаңағы фотосуреттен басқа осы зертханада жасалынған жаңағы зертхананың тұжырымдарын пайдалана отырып жұмыс жасайсыздар. Жұмыс жасаймыз. Осы айтыңызшы, осы соңғы кездері жаңағы кез келген бір азаматтың мүлдем жоғалып кеткен, із түссіз кеткен кейбір азаматтардың мәйіттері жаңағы аулардың жаңағы үйдің астынан, жаңағы подвал деп жатамыз ғой, сол жақтан шығып жатады, немесе бір судан табылып жатады пәленбай күннен кейін. Ол кезде олардың жаңағы денесін өзін толық өзі қалмаған, тек қана сүйектері қалуы мүмкін. Осындай жағдайда олардың жынысын анықтауға мүмкіндік бар ма? Қалай болады ол кезде жұмыс? Олардан қандай нәтиже алуға болады? Кім екенін анықтауға мүмкіндік бар ма? Мұндай жағдайда әрине бар, но 100% болмаса да мүмкіндігінше осы нысанадан жаңағы толық ақпарат алуға тырысамыз. Өйткені ол маңызды. Бірінші кезекте бұларға жаңағы бұның ұлтын анықтау. Өйткені мынау заң органдарында жоғалған адамның белгілі бір несі жаңағы ерекше белгілерменен немесе киіп кеткен киімдерменен
немесе жаңағы өзінің соңғы рет көргендегі түр әлпеті қандай еді деген сияқты мағлұматтар болады. Ал біз өз тарапымыздан жаңағы қараған кезде оны мынау ұлтын анықтау, екіншіден оның жынысы әйел ма еркек па осыны анықтауға тырысамыз. Одан кейін жаңағы бойы неше, мысалы бойына да жобалауға болады. Егер де сақталған болса көз қарашығы, ал енді жаңа сіз айтқан кеш мәйіттік өзгерістер деп аталынады. Бірнеше жылдық деп көрінуі мүмкін. Бұл 4-5 айдан кейін де мысалы жаңа сіз айтқан подвалдарда қыс ауасында жылу жүйесінің істеуіне байланысты ол жаңағы бірде ысуы мүмкін, бірде жаңағыдай авария жағдай, басқа да жағдай болған уақытта ылғалдылық та болуы мүмкін. Осы құбылыстар мәйітті өте тез өзгертуге алып келеді. Сондықтан ол жаңағы бір көзбен қарағанда өте бірнеше жыл жатқан болып көрінеді. Олай деп айтатын себебіміз, өйткені бұл тұрғын үй болғандықтан оның астына міндетті түрде сезонына байланысты жаңағы әр жылу болсын, су болсын, мынау канализация жағы болсын, мамандар түсіп көріп тұрғандықтан ол міндетті түрде оны кездестіруі мүмкін. Ал жаңағы сіздің айтқан жағдай осы өзгерістердің немесе жаңағыдай су тигенде ылғалды болған жағдайда өмір тіршілігі тоқтағаннан кейін мынау іштегі адамның өзінің даже мынау пайдалы микроорганизмдердің өздері мысалы жаңағыдай газдар бөліп өзгерістер бөледі тағыны тез осы мәйіттің өзгеруіне алып келеді. Тағы бір сауал Facebook әлеуметтік желісінен жолданған екен. Қайырлы күн, моргқа мәйіт қандай жағдайда жеткізіледі? Жалпы мәйітті пышақтамай бүтін күйінде алып шығуға болады ма деген сауал жолдапты. Соған қарағанда Дәурен болыс бізге біздің бағдарламаның ортасынан қосылса керек, дегенмен бұл сұраққа қысқа нұсқа жауап беретін боламыз. Сұрап отырған себебім дейді, туысын мәйітханадан кестірмей алып шығу үшін пара талап етеді екен дейді. Нақты әрі бүкпесіз жауап берсеңіз дейді. Енді мен жаңағы алғашқыда айтып кеттім, бізге қаулыменен түскеннен кейін ол мәйітті жаңағы жармай, әйтпесе бүтіндігін бұзбай алып кету мүмкін емес. Бұның жолы бар, қандай жағдайда алып кетуге болады. Егер де бұл азамат жаңағы өзінің қандай да бір денсаулығының нашарлығымен байланысты емханада, ауруханаларда есепте тұратыны болса, осы жаңағы мекеменің басшысы өлу медициналық жаңағы өлім туралы куәлігін беретұғын болса, ондай жағдайда осы қаулыны тағайындаған заң тұлғасына барып, бізге жаңағы шығарып берген қаулына қайтару жөнінде қайтадан қаулы шығарады. Осындай жағдайда келіп жаңағы тіркетіп мәйітті жармастан бүтін күйінде алып кетуге болады. Бізде соңғы сауал болсын. Жұмыс жоспарды жетілдіру үшін биыл іске асыратын мақсаттар қандай дейді? Енді мақсаттарын асыру үшін бірінші кезекте бұл бөлімнің мамандарының біліктілігі, міне осы біліктілігін көтеру үшін 5 жыл сайын әртүрлі қалаларға, көрші елдерге немесе шетелдерге шығып, жаңағы бір белгілі бір темада оқып келіп, тәжірибе алмасып беруге мүмкіндіктер туып отыр. Міне осы іс-сапарларды жабу үшін біздің Әділет министрлігіменен үкіметтен бөлген қаражаттан басқа ақылы қызметтерге де жаңағы түрлеріне бұйрықпен бекітілген 67 түрі бар. Соның ішінде жаңағы біздің осы мәйіттерге қатысты 9 түрі бар. Олар жаңағы біріншіден мұздатқышта сақтаудан бастап, өткені көбінесе қабатты үйде тұратындардың үй тұру көлемінің мысалы аздығына байланысты өте қиындық тудырып жатады. Олар жаңағыдай мұз, азот деген сияқты халықтық жаңағыдай бір рецепттер іздеп іс-әрекет жасады.
сағат 235 теңге тұратын мына мұздатқыштарға әкеліп қоюға болады. Екіншіден, мынау жуындырып киіндіру. Үшіншіден, жаңағы косметикалық, мынау адамның бет әлпетін қоштасу кезінде әсіресе мынау өзге ұлттың өкілдері мына терапевттеріне көңіл бөледі. Одан кейін жаңағы егер де біздің сараптамаға келешекте бағанағы алғашқыда айтып кеткендегідей мәселелер көтерілмейтін жағдайда қайта көтеру, қайта экспертиза, бұндай жағдайларда біз жаңағы іштен жаңағы жалпы бальзамациялау деп аталынады. Жаңағы 11.755 теңге тұрады. Осыларды жүргізуге болады. Немесе жаңағы инеменен, немесе жаңағыдай белгілі бір жерге ғана бетіне жаңағы бет маскасы деп аталынады. Осындай ең мұнда жаңағы қымбаты мынау кеш шіріктік процестер болған кезде енді бұны да үйге апарып жатқызатындар болады ғой. Немесе жаңағы туысқандардың ұзақтан туысының басқа бір қаладан келіп жетуіне жаңағы сондай бір мүмкіндік беріп жатады. Осындай кездерде осындай ақылы қызметтерді мысалы пайдалануға болады. Соңғы сауал болсын, бұл жолы өйткені біздің эфирге берілген уақыт аяқталды. Осы сұрақпен біз сұхбатымызды аяқтасақ, іздеушісі жоқ мәйіттерді не істейсіздер дейді? Бізде іздеушісі жоқ мәйіттерге бірінші кезекте бұл ол заң орындары бұл жөнінде жаңағы суретке алу арқылы өздерінің жаңағы белгілі бір уақыттарда мынау бармағының ізін арқылы жаңағы картотекаларында ұстайды. Бірінші соны тексеріп көреді. Екіншіден, біз жаңағы бұны сараптама барысында бізде өз жағымыздан осыған керекті жаңағы қандай да бір енді бұл дене бітіміне байланысты болғандықтан жаңағы денелерінде суреттері болады, тыртықтары болады, бір отадан кейінгі қалған бір іздері болады, немесе ауыз қуысында жаңағы тістеріне жасалынған әртүрлі тіс дәрігерінің нелері болады, жаңағы емдеу іздері болады. Осы арқылы біз ақпараттар береміз. Ары қарай сол осыны салыстыра отырып, сосын кейін жаңағы картотекада бұл кісілердің суреттері сақталынады. Мынау туысқандарын жоғалтқан адамдар келіп, жаңағы осы картотеканы көрсету арқылы танып жатады. Ал енді бұл табылмаған жағдайда біз енді оны барлық уақытта сақтау мүмкіндігіміз жоқ. 7 сөткенің ішінде мысалы алып кете алмайтын болса, бұндай жағдайда мынау әкімшілік атынан қызмет көрсететін мекемелер бар. Соларға тапсырыс беру арқылы бұл кісілерге уақытылы келіп, жаңағы алып кетіп, жерлеу рәсімдерін өткізіп жатады. 7 күннің ішінде ғана моргте болады, мәйіт кез келген мәйіт. Болады. Это негізі, егер де жаңағы уақытылы алып кетпей жағдайда, бұл ұзағырақта сақталуы мүмкін. Бірақ енді ол айтып отырмын ғой, 20 күн, 30 күн деген бұл мүмкін емес қой. Мүмкін емес, Рахмет аға сұхбатыңызға. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде қонақта болған Оңтүстік Қазақстан облысы сот сараптамалар институтының мәйіттерге сараптама жасау бөлімінің жетекшісі Құдайберген Махмуджан Бекболатұлы болатын қонақта. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Құрметті телекөрермендер, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.